Бүгін қай елді талдаймыз? Бүгін Египет елін, я болмаса Дубай елін талдайық, қарайық, көрсетейік сізге. Мынау біздің сайт. Бұл жақта болашақта приложение болады. Ол деген сайт деген одностраничный емес, кәдімгідей ішіне кіріп кез келген жерді таңдауға болады. Мысалы ОАЭ, мына жерде Дубай дегенді таңдаймыз. Мысалы 4 жұлдызды қонақ үйден бастап, мысалы 25-нен 292 мыңнан мысалы 208 мыңға шейін бар екен. 25-ші 2 март арасында мысалы 5-7 ночқа 2 взрослый и 1 ребенок текші мысалы таңдаймыз и найти турды басамыз. Мына жерде, кстати, мына кнопкамен WhatsApp-қа өтсеңіздер болады. Мына жақта жоғарда мына заявкамен, не болмаса осы номерге хабарлассаңыз болады. Осы номер WhatsApp-та бар. Заявка на турға бассаңыз, біз сізге хабарласамыз. Так, енді мына жерде мысалы мына Holiday Inn 536 мыңнан шығып тұрды. 536 мыңнан 2 взрослый, 1 кішкентай балаға. Мұнда қараңыз қандай керемет отель. 4 жұлдызды, 4+ жұлдызды деп айтсақ болады. 536 мыңнан мықты отель. Дубайда. Аль-Барша, Дубай, мысалы 545 мың. Holiday Inn тоже керемет отельдердің бірі. Мысалы Queen Elizabeth деген бар. Мысалы міне осындай суднода демалсаңыздар да болады. Тағы міне Новотель деген 564 мыңнан 3 адамға өте керемет отель. Дубай бойынша тоже мықты. Іші әдемі, сервисі бәрі жақсы, осындай видтармен. Жалпы сол кез келген елге барғыңыз келсе, біз сіздерге әрдайым көмектесіп бере аламыз.